Мынандай газеттерден жасалған төсенішті көрдіңіз бе? Бұл не үшін деп ойлайсыз? Тұрақты көрермендерімізге жауаптарыңыз үшін мың алғыс. Еуропа елдерінде тауарды жеткізіп беру қызметінің жұмысшылары әкеліп жатқан заттары, мысал үшін аяқтарына түсіп кетпес үшін, қауіпсіздік мақсатында үйдің ішіне аяқ киіммен кіреді. Бұл менің тазалықты мақсат еткен жоспарым еді. Бірақ өкінішке орай кей жерінде газеттерім жыртылып қалды. Бүгінгі жеткізген техника бұл электрлі кір кептіргіш. Соны әкеліп тастағаннан кейін мен мынандай бір бума газеттің барлығын апарып ауламыздағы қоқыс жәшігіне салған едім. Мен сол жәшікті толтырып тастаған сияқтымын. Түс қайта машина келіп осы қағаздың жәшіктерін босатып алып кетті. Бір қызығы, бұл қоқыс жәшіктерін босату үшін бір ғана оператор қолындағы джойстик секілді пультпен осының барлығын басқарып тұрады екен. Қасында ешбір көмекшісі жоқ. Бір адам ғана басқарады.